Қарапайым адамдар қалай қылмыскерге айналады? Қарапайым адамдар қылмыс жасауды жоспарламайды. Әдетте бұл ақша жетіспеушілігі, нашар орта, сондай-ақ негізгі құқықтық сауаттылықтың болмауы сияқты әртүрлі факторлардың нәтижесі. Мысалы, сот тәжірибесінен келесі жағдай орын алған. Бір азамат базарда киім сататын болған. Ол арзан өнім сатып алып, алғашқы көзқараста танымал брендтердің тауарлары сияқты көрінген, бірақ тауардың шығу тегі туралы құжаттары жоқ киім партиясын сатып алған. Осы туралы хабар алғаннан кейін құқық қорғау органдары авторлық құқықтарды бұзу және контрафакт өнімдерді сатумен байланысты қылмыстық іс ашты. Қанат деп атайық, ол қарапайым адам болып, сатып алған тауарларын контрафакттық екенін түсінбеген. Ол олардың авторлық құқықтарды бұзатынын және қажетті лицензияларға ие еместігін білмеген. Тауарлар жалған болмағанымен, олар Қазақстанда сатуға сертификаттан өтпегендіктен құқықтық салдар туындады. Сонымен қатар, контрабанданы жүргізген делдалдардың ықпалы да тергеу барысында ескерілмеді. Нәтижесінде, Қанат дұрыс емес тауарды сатумен байланысты қылмыстық іс бойынша айыпты деп танылды. Сот оған айыппұл салды және өнімді конфискациялады. Дегенмен, сот үдерісі барысында Қанаттың осы брендтердің зияткерлік мен авторлық меншік құқық бұзуға бағытталған экономикалық махинация жасағанын дәлелдемеді. Осындай қылмыс оның тиісті ақпарат немесе кеңес алған жағдайда орын алмас еді. Бұл мысал кәсіпкерлер мен халыққа зияткерлік және авторлық меншікке қатысты тауарлар саудасының құқықтық нормаларын түсіндірудің маңыздылығын растайды. Сонымен қатар, бұл жағдай кездейсоқ жағдайлар құқықтық мәселелер туралы білімнің жеткіліксіздігі және сыртқы қысымның қарапайым адамды қылмыстық іс фигурантына айналдыру мүмкін екенін айқын көрсетеді. Тіпті оның әрекеттерінде қылмыстық іс фигурантына айналдыру мүмкін екенін айқын көрсетеді. Тіпті оның әрекеттерінде қылмыстық ниет болмаса да.